Құрметті тыңдармандар, біз жемістердің пайдасын қалай көруді үздіксіз айтатын боламыз. Әдетте жеміс же десе, аңқиып тұрған құрсаққа ары қарай жей беруге болмайды. Онда ол зиянды дүниеге айналып кетуі мүмкін. Қазақта алма жеде су іш, арымасаң маған кел деген сөз бар. Бұл сөз тамақты тойып алғаннан кейін алманы тағы да жесең арықтайсың деген сөз емес. Алманы жейсің, одан кейін тамағың азаяды. Өйткені алма асқазанның бір бөлігін алып тұрғандықтан ары қарай тамақты көп жей алмайсың. Соған қаратылған сөз. Сол үшін мысалы күніне 3 алма, 3 алмұрт немесе 3 сұлы печенесін жесең, қарның тойып қалатын болса ары қарай жоғары калориялы тамақтар жеме. Сонда ғана арықтау мақсатын орындауға болады. Іш қатуды емдейді алма. Алманың құрамында танин қышқылы, пектин, тағамдық талшықтар, бұлардың бәрі ішті жұмсартады. Танин қышқылы ішектің тұтқыр заты. Ол ішек секрециясын азайтып, нәжістегі суды азайтады. Осылайша диареяны жеңілдетеді. Екінші жағынан пектин, бұл екі жүзді пирог, қыздырылмаған пектин нәжісті жұмсартады және іш қатуды жеңілдететін әсері бар. Бір қайнатылған пектин тұтқыр және диареяға қарсы әсері бар тұтас денеге айналады. Диеталық талшық сонымен қатар іш жүргізетін рөл атқарады. Танин қышқылы целлюлозада да, қабығында да болады. Ал қабығы құрамға бай. Пектин алманың қабығына жақын орналасқан целлюлозада болады. Алма пісірілгеннен кейін оны 2-ге бөлсеңіз, сонда сіз алма қабығының жанында тұрған ашық сары затты көресіз. Сол пектин деген нәрсе. Сонда сіз алма жегеннен кейін оның қабығын және қабығына жабысып тұрған пектинді қосып тазалап алып тастасаңыз, алманың ешқандай пайдасы болмайды деген сөз. Оның дәрілік қуаты жоғалады. Төмен қан қысымын емдейді. Алманың құрамында калий көп. Ол организмдегі артық натрий тұзымен қосылып, оны денеден шығарады. Адам ағзасы натрийді көп мөлшерде қабылдағанда, алманың бір бөлігін жеу организмдегі электролиттердің тепе-теңдігіне ықпал етеді. Алманың құрамындағы фосфор, темір сияқты элементтер шекке оңай сіңеді. Олар миды нәрлендіреді және қанды қуаттандырады. Қанды нәрлендіреді. Жүйкені тыныштандырады және ұйықтатады. Алманың хош иісі депрессияға қарсы жақсы дәрі болып табылады. Қалы өмірдің қарқыны қазір өте стрессті. Дұрыс тамақтана алмау және дұрыс демала алмау, іш қату немесе диарея белгілері жиі кездеседі. Сондықтан күніне 1 алма жеп тұруды сіздерге кеңес ретінде айтамыз. Холестеринді төмендетеді. Алма жеу қандағы холестерин деңгейін төмендетеді. Өт секрециясын және өт қышқылының жұмысын арттырады. Осылайша өт тастарының пайда болуы үшін өт құрамында холестеринді жуып шаяды. Тәжірибелер көрсеткенде алманы үнемі жейтін адамдардың 50% алма жемейтіндерге қарағанда холестеринге ұшырау қаупі 10-нан 15%-ға дейін төмен. Яғни алма жемейтін адамдар холестерин мөлшері көп екенде, алма жейтіндерге холестерин аз болып тұрады екен. Қатерлі ісікке қарсы. Әйелдердегі семіздік күнделікті жұмысқа, өмірге және сұлулыққа әсер етіп қана қоймайды. Сонымен қатар қатерлі ісікке тез шалдықтырады. Жапонның зерттеу тобы 15.000 ересек әйелге 9 жылдық бақылау
жүргізгендегі шығарған нәтижесі 30-дан 50%-ға дейін жоғарылап кеткен. Жаңағы семіз әйелдердің қатерлі ісікке шалдығу қаупі 30-дан 50%-ға шейін жоғары екен. Ал арық әйелдерге керісінше сондай төмен. Әйелдердегі жаңағы алма жемейтін жаңағы әйелдердің сүт безі обыры, колоректа, қатерлі ісік, эндометрия және өт қабының қатерлі ісігінің даму қаупі жаңағы семіз адамдарда, семіз әйелдерде жоғары болады екен. Сондықтан әйелдер семірмеу үшін қайту керек, сақтану үшін қайту керек, алманы ауыздан үзбей жеп жүру керек болып шығады. Енді өрік туралы айтайық. А және С дәрумендеріне бай болғандықтан өрік жүзім сияқты табиғи антиоксиданттық ингредиенттердің көп мөлшеріне ие және екі түрлі витамин комбинациясы оның бос радикалдар тазартатынын әйгілейді. Бұл табиғи антиоксидант жасушалардың жас және жігерлі болуын көмектеседі. Альцгеймер ауруы сияқты гериатриялық аурулардың қаупін азайтады. Өрік целлюлозасында жүрек қан тамырлары ауруларымен тиімді күресетін флавоноидтар бар. Өрік құрамында жасыл шай мен какаоның тағында жиі кездесетін катехиндер бар. Бір өріктен 4-5 грамм катехин алуға болады. Бұл ингредиент қабынуды тудыратын ферменттердің белсенділігін тежеу арқылы қабынуға қарсы рөл атқарады. Осылайша қан тамырларын қорғайды және қан қысымын төмендетеді. Көру қуатын қорғайды, көзді қорғайды. Күн сайын 3 өрік немесе банан және қызыл қабығы бар жемістердің 3 порциясын жеп тұрсаңыз, көру қуатыңыз қалпына келеді. Көзіңіз нұрланады. Талшыққа бай. Өрік талшыққа бай жеміс. Ол асқазан ішек жолдарының жұмысын жақсартады және тағамның қорытылу мен сіңуіне ықпал етеді. Диеталық талшық сонымен қатар холестеринмен байланысып, өт секрециясы мен айналымын жақсартады. Ағзадағы холестерин индексін төмендетеді және өт тастарының пайда болуына жол бермейді. Өрік жөтелді жеңілдетеді, демікпені жеңілдетеді. Өрік дәрумендер мен қоректік заттарға бай болғандықтан, ол терінің қартаюын тиімді түрде тоқтатады. Терінің майлануы мен серпімділігін сақтайды. Арықтатады. Ол жаңағы арықтау мақсатына жету үшін өрікті жегеннен кейін сіз тамақты аз жейтін боласыз. Өрік асқазаныңыздың бір бөлігін алсын десеңіз, тамақты аз ғана жеп, біраз өрік жейсіз. Ал тамаққа аңқиып тойып алып, өрік жегеннің түкке пайдасы болмайды. Холестеринді төмендетеді. Өрік Е дәруменіне және кейбір қанықпаған май қышқылдарына бай болғандықтан, бұл заттар адам қанындағы холестериннің үлесін төмендетеді. Жүрек қызметі жеткіліксіз кейбір адамдар үшін бұл тіпті өте пайдалы. Өрік қатерлі ісікке қарсы. Өрік құрамындағы белсенді зат адам қанындағы ауру рак клеткаларын өлтіреді. Сондықтан онкологиялық науқастардың жағдайы келесідей болуы мүмкін. Яғни өрік онкологиялық науқастардың жағдайын жеңілдетілген суретті бұл жерде сала алмадық. Көзге жақсы. Көру қабілетті күшейтеді. Ол үшін жаңа өрік немесе кептірілген өрік болса да жей беру керек. Өріктің ішіндегі ұрығын езіп көзге жақсы, көздің қызарып кетуін немесе қызғылт көз болып тұрып қалған адамдардың көзін емдейді. Өріктің шырынын ішіп тұрса, өрік вареньесін ішіп тұрса, кептірген өрікті жеп тұрса, бұның барлығы жоғарыдағыдай ауруға шипалы. Бірақ ішінде біз өрік дәнін
немесе өрік дәнегін деп айтамыз, аз жеуді ұсынамыз. Өрік жеудегі 7 тиым. Өрікті жедесе ойбай пайдалы екен деп былшылдатып неше түрлі тамақпен бірге жей беруге болмайды. Ақуызы жоғары тағамдармен бірге тамақтанбаңыз. Өріктегі жеміс қышқылы мен танин қышқылы ақуызбен оңай әрекеттесіп, суда ерімейтін кешендер түзеді. Бұл қалыптас қорытуға әсер етеді және тағамның құндылығын төмендетеді. Мысалы, сүт жұмыртқалардың өнімдері, сиыр еті, соя және тағы басқалардың осы өрік жегеннен кейін пайдасы азайып кетеді. Сол үшін сүт, жұмыртқа, ет жегеннен кейін, содан кейін өрікті жемей тоқтата салсаңыз болады. Тойларда екінші дастарханда тұрған өрікті, немесе чаймен құйылып жатқан дастарханда өрік тұрса, соны жемей-ақ қойыңыз. Сіз сол күні ет жейтін болсаңыз, өрік жемей-ақ қойыңыз. Ал өрік жеген болсаңыз, ет жемей-ақ қойыңыз. Артынан өрік жегеннен кейін артынан жеген еттің пайдасы аз. Ыстықтық тамақ болғандықтан өріктің қасиеті ыстыққа жатады. Сондықтан етпен бірге жегеннің пайдасы жоқ. Ол сізді қатты қыздырады. Асқазаныңыздың қатты тітіркенуін тудырады. Шикі немесе дымқылдығы күшті тағамдармен бірге жеуге болмайды. Шикі немесе дымқыл тағамдармен бірге жегенде бетке безеу, бөрткен шығып кетеді. Артық жеуде зиянды. Өрікті шамадан тыс тұтыну оңай ашулануға, безеу пайда болуға, немесе асқазанды зақымдануға әкелуі мүмкін. Сондықтан тамақ ішкеннен кейін оны асыра пайдалануға болмайды. Өріктің жаңағы дәнегін азырақ жеңіз деп кеңес береміз. Қазір мына өрік дәнегінің өзі бір дастарханның сәнді дүниесіне айналды. Оны жесеңіз, аузыңыз тоқтамай жеп кетуі мүмкін. Бірақ осыны байқап жеуге кеңес береміз. Өрікті аш қарынға жеуге болмайды. Өріктің қышқылы ашқазанда қышқылдың мен қосылып, асқазан қышқылының көбейіп кетуін тудырады. Өріктің құрамында қант болғандықтан, қант диабетімен ауыратын адамдар, асқазан қышқылы көп адамдар, балалар, жүкті әйелдер өрікті аз жеу керек. Рахмет тыңдағандарыңызға.